Нақ осы шақ. Настоящее время глагола. Глагол етістік. Етістіктің нақ осы шағы. Нақ осы шақ дәл сөйлеп тұрған сәтте болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Настоящее время глагола – это когда речь идет о действии, происходящем в данный момент. Мысалы, мен жүрмін, мен отырмын, мен тұрмын, мен жатырмын. Например, я хожу, я сижу, я стою, я лежу. Нақ осы шақтың түрлері мен жасалу жолдары. Форма и способ образования настоящее время. Бірінші, қалып етістігі және жікті жалғау арқылы қалып етістігіне жүр, отыр, тұр, жатыр деген сөздер жатады, яғни етістіктер жатады. Жікті жалғау мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Мысалы, мен жүрмін, сен отырсың, ол жатыр. Нақ осы шақ образуется с помощью глагола жүр, отыр, тұр, жатыр и личные окончания. Например, мен жүрмін, я хожу, сен отырсың, ты сидишь, ол жатыр, он лежит. Және екінші түрі көсемше қалып етістігі жіктік жалғау арқылы. Көсемшенің жұрнақтары а, е, и, оп, эп, п. Қалып етістігі жүр, отыр, тұр, жатыр және жікті жалғау. Көсемше бұл депричастие. Мысалы, мен келіп жүрмін, я иду, мен келіп отырмын, я пришла, мен келіп тұрмын, я пришла, мен келе жатырмын, я иду, мен бара жатырмын, я собираюсь, сен келіп отырсың, ты приходишь, ол айтпай тұр, он не говорит. Бұл жердегі көсемшенің жұрнақтары арқылы және қалып жетістігі және жікті жалғау арқылы жасалып тұр. Тапсырма, задание. Мәтінді көшіріп, нақ осы шақтың астын сызу. Скопировать текст и подчеркнуть настоящее время. Көктем. Күн жарқырап шығып тұр. Құстар ұшып келеді. Табиғат түрлі түске боялды. Құстар сайрап тұр. Далада балалар ойнап жүр. Ағаштар гүлдеп жатыр. Бұл көктемнің келгенін білдіреді. Весна. Светит солнце. Птицы прилетают. Природа была окрашена в разные цвета. Птицы поют. В поле играют дети. Деревья цветут. Это говорит о приходе весны. Бұл жердегі нақ осы шақ. Күн жарқырап шығып тұр. Құстар сайрап тұр. Далада балалар ойнап жүр. Ағаштар гүлдеп жатыр.